Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге жаңалық айтайын. Мен сияқты ютубтан ақша тапқыңыз келсе, описанияға номерді қалдырам, сол номерге хабарласыңыздар. Тек сабақ емес, басқа да видео салып ақша таба аласыздар. Олай болса, қазақ тілі 5-ші сынып 41-ші сабақ. Мен еліктейтін кейіпкердің сүйікті ісі. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып шығып, шығарма кейіпкері туралы ой бөлісіңдер. Атам суретті жақсы салады. Өзінің автопортретінің бірнеше түрі бар. Бәрі тамаша шыққан. Әр дәптердің бетінен сурет кездестірмей қоймайсың. Оны былай қойғанда ескес сюжетті суреттері де біршама маман суретшілердің өздері көңіл болып қарауға тұрарлық дүниелер. Үлкен қара альбомның іші толған ою, сонау бала кезімдегі терезе әйнегіне түскен сиқырлы суреттер сияқты бірін-бірі қайталамайтын, бір-біріне ұқсамайтын нәзік өрнектер. Табиғат өзі жаратқан төл таланттың қолынан шыққан сұлулық пен тапқырлықтың бір куәсіндей. Күні бүгінге дейін таң қалатын атам ешқашан алдындағы ойған оюына қарамайтын, ұқсас болып қалмасын дегенді ойына далмайтын. Сөйлеп отырып қайшыны жорғалата беретін. Зейнеп Ахметова, Шуақты күндер. Енді осы сабақтың сұрақтарына келейік. Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер романында кім туралы естеліктер баяндалады? Екінші, батырдың тағы қандай дарыны мен қабілеті болғанын білесіңдер. Ал енді сұрақтарға жауап беретін болсақ, бірінші сұрақ ол Бауыржан Момышұлы жайлы айтылған. Ал екінші, батыр ол әрі батыр, әрі жазушы. Екінші тапсырма: аудио кітаптан үзінді тыңдап, Даниэль Дефоның Робинзон Крузо шығармасының бас кейіпкері Робинзонның немен айналысқанын анықтаңдар. Үшінші тапсырма: оқылым материалын 3 қадамды сұхбат әдісі арқылы талқылаңдар. Топқа бөлініп, Бауыржан Момышұлы туралы 3 түрлі сұрақ қойып талқылаңдар. Негізгі ақпаратты анықтап дәптерге жазыңдар. А оқушы В-дан сұхбат алады, ал С оқушылардың сұрақ жауабын жазады. В оқушы С-дан сұхбат алады, А оқушылардың сұрақ жауабын жазады. С оқушы А-дан сұхбат алады, ал В оқушы олардың сұрақ жауабын жазып отырады. Олай болса, мен 3 сұрақ дайындадым, соны сіздерге көрсетейін. Бірінші сұрақ: Бауыржан Момышұлы кім? Екінші: туған жері. Үшінші: қай жылы туып, қай жылы қайтыс болды? Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, әскери қолбасшы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері. Екінші сұрақтың жауабы: Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастай ауылында дүниеге келген. Ол 1910 жылы 24 желтоқсан айында туып, 1982 жылы 10 маусымда қайтыс болды. Төртінші тапсырма: деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей: дара сөздер мен күрделі сөздерді топтастырып жазыңдар. Теміртау, мақтаныш, айтыс, туған туыс, сезім, алтынай, көрме, жасұлан, тасқын, атбасар, өрмек, кемпірқосақ, оқу орны, жеңіс, егін, ақындар айтысы, қуаныш, ақтабан, теңбілкөк, тұрақтылық, ата-ана. Енді осыны одан кейін екінші деңгей: жоғарыдағы дара сөздер мен күрделі сөздерді қатыстырып бірнеше сөйлем құраңдар. Үшінші деңгей: мен үлгі тұтатын адамдар тақырыбында шағын әңгіме жазып, ол адамдардың жақсы қасиеттерін сипаттаңдар. Тапсырманы орындайық. Енді бірінші деңгей: дара сөздер: мақтаныш, көрме, сезім, тасқын, өрмек, жеңіс, егін, қуаныш. Яғни бұлар дара сөздер. Бұлар және тұрақтылық. Бұлар бір ғана түбірден жасалып тұр. Күрделі сөздер: олар теміртау, айтыс, туған туыс, алтынай, жасұлан, атбасар, кемпірқосақ, оқу орны, ақындар айтысы, ақтабан, теңбілкөк, ата-ана. Яғни бұл жерде сөздер екі түбірден болып тұр және қос сөз болып келіп тұр. Бір-бірімен сөздер тіркесіп жасалып тұр. Сондықтан бұлар күрделі сөздер. Екінші деңгейде: Теміртау қаласын мақтаныш етті. Айтысқа туған туыстары келіп сезімін білдірді. Алтынай мен жасұлан көрме ұйымдастырды. Су тасқыны болды. Атбасарда кемпірқосақ көрінді. Өрмекшілер өрмегін өрді. Оқу орны жанында жеңіс мерекесі өтті. Егін алқабында ақындар айтысы өтті. Ақтабан, теңбілкөк тұлпарлардың есімдері. Қуаныш сезімі ата-аналардың жүзінен байқалды. Тұрақтылық жақсы қасиет. Яғни бұл жерде күрделі сөздерге сөйлем құрадық. Үшінші деңгей: мен үлгі тұтатын адамдар. Мен Бауыржан Момышұлы атамызды үлгі тұтамын. Себебі ол мен үшін мақтан тұтар кісі. Ол өзінің батырлығымен, бірлігімен,
көзге түсті. Маған Бауыржан Момышұлының қайсар мінезі ұнады. Қайсар мінезінен соғыс кезінде совет командирлерінің өзі де аяқ тартты. Мен де сондай Бауыржан атамыз сияқты қайсар боламын. Яғни бұл жерде 5-ші тапсырма бос уақыт сөзіне кластер толтырыңдар. Бос уақыт, яғни кластер құратын болсақ, кітап оқу, отбасымен бірге болу, суда жүзу, доп ойнау, үйірмеге қатысу және биге қатысу. 6-ші тапсырма, 2 тапсырманың бірін орындаңдар. Өздеріңе жақсы таныс көркем шығарма кейіпкерінің хоббиі қандай екенін, қандай көңіл күйде жүретінін анықтаңдар. Көркем шығарма, ол менің атым Қожа, сүйікті кейіпкерім ол Қожа, ал кейіпкердің көңіл күйі мен хоббиі. Кейіпкердің көңіл күйі мен хоббиі ол Қожа көңілді және ақылды. Хоббиі ол атпен серуендеу. 2-ші тапсырма, оқу жылдың алғашқы 2 тоқсанында уақыттарыңды қалай өткізгендеріңізді, қандай жетістіктерге қол жеткізгендеріңді эссе түрінде жазыңдар.